Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сөйлемдегі сөздердің байланысы. 56-шы сабақ. Бүгінгі сабақта сөйлемдегі сөздердің байланысын сұрақ қою арқылы анықтауды үйренеміз. Өлең мазмұны бойынша каллиграмма жасап, керекті сөздерді пайдаланып өлеңнің ұйқасын табамыз. 23-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқимыз. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік аяз бен қар, кәрі құдан қыс келіп әлек салды. Бұл Абай Құнанбаев атамыздың «Қыс» деген өлеңінен үзінді. Балалар, бұл өлеңді «Қыс» деп тақырып қоюға болады, және бұл өлеңде қай жыл мезгілі айтылып тұр? Қыс мезгілі суреттеліп тұр. Үскірік аяз бен қар, ақ қырау, суық, бұлардың барлығы қыс мезгілін сипаттайды. Келесі 24-ші жаттығу. Аспаннан ақ ұлпа борады, қырқаны сейсепке орады. Қайдан борады? Аспаннан борады. Не борады? Ұлпа борады. Қандай ұлпа? Ақ ұлпа. Яғни сөздердің сөйлемдегі байланысын анықтау үшін сұрақтарды қойып аламыз. Қайдан борады? Аспаннан борады. Не борады? Ұлпа борады. Қандай ұлпа? Ақ ұлпа. Бұл жаттығуды балалар дәптерге осылай көшіріп жазамыз және сөйлемнің бір-бірімен байланысуына назар аударып қараймыз. Келесі 25-ші жаттығуды қараймыз. 25-ші жаттығуда табиғат, яғни табиғатқа байланысты сөздерді тауып, атап және астында берілген сөздерді ұйқасына сай жазамыз. Бірінші табиғатқа байланысты сөздер: қыс, бұлт, боран, қар, аяз, көл. Бірінші үскірік, аяз, ұлпа, қар, ақша, бұлт. Балалар, қалғанын өз бетімізбен орындап дәптерге жазамыз. 27-ші жаттығуды қараймыз. Аяз қысып, өрнек, яғни көп нүктенің орнына астында берілген сөздердің ішінде керекті сөздерді жазып дәптерге көшіреміз. Аяз қысып, өрнек сызып, терезеңді торлайды. Қарға омбығып, бет томбығып, сырғанап жастар. Қалған көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, дәптерге көшіріп жазамыз. Жаттығулардың барлығын орындаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды.